Соған орай қыздарым, бүгін біз ұлттық тағамдардың бірі бауырсақ пісіреміз, көже дайындаймыз және құрт жасаймыз. Бауырсақ, көже. Бүгін ауылдан аталары мен әжелерің келеді ғой. Соған орай біз өзіміздің көпеміз Нұриманның тұсауын кесіп жіберейік. Анасын бауырсақ пісті ма? Иә қыздарым, бауырсағымыз қызарып жатыр. Бұл шытырма бізде. Пісті Иә, шытырма. Нұриман көпемізді бесікке саламыз. Шытырмамыз қызарып жатыр. Қыздарым, бауырсағымыз дайын болып пісіп қалыпты. Оны былай тұзға салып аламыз. Қараңдаршы, әдемі бауырсақтан шытырмалар шықты ма? Иә. Бауырсақтан диккен. Шытырмамыз әдемі көп болды. Ал қыздарым, ұлттық тағамдардың бірі наурыз көже дайындаймыз. Наурыз көже. Ішіне 7 түрлі тағам салдық. Өстіп қайнатып пісіреміз. Наурыз тойында наурыз көже пісіреміз. Ішіне не салдық? Не құйдық? Су құйдық бірінші. Ол қайнағаннан кейін айран құйдық. Сосын күріш салдық. Сосын ет салдық. Сосын тұз кішіміш салдық. Сосын құрт салдық. 7 түрлі тағам болды ма? 7 түрлі тағам салдық. Қазір енді біз ұлттық тағамдардың бірі құрт дайындаймыз. Жаңа біз бауырсақ дайындадық, наурыз көже дайындадық, енді құрт дайындаймыз. Ол шыны сүзбеге аздап тұзды себеміз, сосын оны араластырамыз, сосын теңдерге дөңгелектеп немесе үш бұрыштап сопақша қылып жасаймыз. Ал сен құртты жасай ғой. Әйнекем аскен жасай ғой. Домалақтап жасаймыз. Жаңа жасаған құртымызды біз күннің астына қойып кептіріп алдық. Құртымыз дайын болды. Дәмін көріңдерші. Әйнекем аскен, дәмін көріңдерші. Құртымыз дөңгелек және сопақша қылып жасадық, иә? Дәмі жақсы ма? Дәмі қалай екен Аймекен құртты? Жақсы ма? Ұнай ма саған құрт? Құртты жеу керек, пайдалы құртты. Айналайын немерелерім, мына бесікті білесіңдер ғой? Бұл бесікте бөпені салады. Бұл бесікке салғанда бесікте жатқан баланың өзі таза болады бесіктен. Енді бірінші бесікке баланы салу үшін бірінші оң ба теріс ба дейміз, оған мына айнамен тарақ салады. Себебі ол бала шошымауы керек. Айналайын аппатша міне. Ой, түсті ма? Түсті? Ал, түсті, ала қой, ал, түсті. Ал, міне түстірма балалар. Бисмиллахиррахманиррахим. Менің қолым емес бейбатмаларымның қолы. Алла тағала, ұйқың тыныш болсын, денің сау болсын.